Баршаға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Мен алдыңғы видеода лагман созуды үйреткен болатынмын. Алдында айта кеткенде енді сорпасын дайындап көрсетемін. Өте қарапайым рецептпен көрсетемін. Ол үшін барлық қоспаларымызды кішкентай төртбұрышты етіп турап аламыз. Алдымен етімізді турап алайық. Не көріп тұрғандарыңызда етімізді осындай майдалап турап алдық. Мен енді 3 картоп қостым. 3 картопты да 4 бұрышты кішкентай етіп турап шығамыз. Мен бір сәбіз қостым. Бұны да дәл солай турап аламыз. Сәбізді турап алғаннан кейін сарымсақты майдалап тураймыз. Сарымсақты өз қалауларыңызға қарай қосасыздар. Кейбіреулер аз қосқанды ұнатады, кейбіреулер көбірек. Аздап петрушкамызды да турап аламыз. Барлық қоспаларды дайындап алдық. Енді алдын ала қызып тұрған майға сарымсақты салып, сразу артынан петрушканы салып, етті саламыз. Сарымсақ күйіп кетпеу керек. Етті салғаннан кейін артынан пияз және сәбізімізді салып қуырып аламыз. Біраз қуырғаннан кейін картоп салынады. Картопты да біраз қуырып аламыз. Лагман созуды осы видеоның описаниясына қалдырып кететін боламын. Осы жерден өтіп қарасаңыздар болады. Енді дәміне қарай тұздықтар саламыз. Мен зира, туз, кориандр салдым. Сіздер өз қалауларыңызға қарай салсаңыздар болады. Артынан томатная пастамызды саламыз, немесе қызанақ салсаңыздар да болады, ол да өз қалауларыңызға қарай. Лагман созуды осы видеоның описаниясына қалдырып кетемін, сол жерден өтіп көрсеңіздер болады. Томатная пастамыз жақсылап қуырылды деген кезде жылы су немесе қайнаған су құямыз. Мен тұзды су құйып алғаннан кейін дәміне қарай салдым. Не осылай баяу отта қайнатып, бетін жауып қоямыз піскенге дейін. Піскеннен кейін лагманның бетіне салып дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Рецепт ұнаған болса, менің арнама тіркеліп лайк баса кетіңіздер.